Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін біз ең қиын логикалық сұрақтар ойынын ойнаймыз. Барлығы 20, ойлануға 9 секунд беріледі. Сен дайын болсаң, біз бастайық. Айтпақшы достар, видео басталмай тұрып менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал бастайық. Бұл суретке нақтылап қара. Кім іздеуде? Бұл суреттегі іздеудегі қыз мынау. Суретке мұқият қара. Кім ол? Фотоға мұқият қарасаң, мына қыз ұлдар әжетханасынан шығып жатыр. Яғни ол ұл. Қай әйел адам өлтіруші? Екінші суреттегі әйел адам өлтіруші, себебі пештің ішінде адам қолы тұр. Мына суреттен нені көріп тұрсың? Я, иттің суреті. Сіз тапсаңыз көзіңіз жақсы көреді деген сөз. Соңғысына қайсыны қоюға болады? Я, е. Аяз атаны теріс қаратсақ, қайсысына тура келеді? Дұрыс, с. Суретке мұқият қара. Анасын өлтірген кім? Бұл суретте анасын ешкім өлтірмеген. Мұқият қарасаңыз, ол бояу. Ол адамның әйелі кім? Оның әйелі екінші суретте. Мұқият қарасаңыз, мұнда екеуінің де жүзігі бар. Екі суреттегі әйел де жалғыз басты және кедей. Өзінің қарызын төлеу үшін банк тонаған әйел қайсы? Болжап көр. Мұнда банк тонаған бірінші суреттегі әйел. Үстіне нақтылап қараңыз. Бір ер адам оңтүстік полюсті зерттеп жүрген кезде қатты боран соғып кетеді және оның алдынан екі үңгір шығады. Бірақ біреуінде ашаю, ал екіншісінде реактивті қоқысқа толы үңгір екен. Ол қай үңгірді таңдайды? Дұрыс жауабы бірінші үңгірді таңдау керек. Оңтүстік полюсте ағайулар жоқ. Ханшайым мұнараға қамалып қалды. Ол төртінші есіктен қашып құтыла алатынын білді. Бірақ онда бар болғаны 3-ақ есік болды. Номері төртінші есікті қалай таба алады? Есіктің белгілері шын мәнінде сандар. Яғни ол бірінші есіктен шығып құтыла алады. Бір археолог мұнараны зерттеп жүріп, тығырыққа тіреліп қалады. Бірінші есікте температура, ол адамды өлтіріп тастайды. Ал екінші есікте екі акула, олар өте қатты аш. Ал үшінші есікте өте улы газ. Ал соңғы есікте болса өте қатты күн. Ол заттардың барлығын өртеп тастайды. Зерттеуші қай есікпен өткен дұрыс? Ол күн батқанша күтіп, содан кейін төртінші есіктен шығуы керек. Бас менеджердің кабинетінде оның алтыны ұрланды. Оған себепкер болған 3 адам болды және олардың қайсысы деп ойлайсың? Жауабы, онда 3-ші адамның аяқ киімінің ізі тұр. Ұры зынданнан қашу үшін 3 есік бар. Оның біріншісі 2 жабайы ит, екіншісі 5 минуттан кейін жарылатын жарылғыш, ал 3-ші есікте полиция қызметкері тұр. Ұры қай есіктен шығуы керек?
ұры 5 минут күтіп, жарылғышты жарған соң екінші есіктен шығып кетуіне болады. Суретке мұқият қара. Қай мұғалім жаман? Жауабы бірінші суреттегі мұғалім. Себебі бірінші суреттегі мұғалім сабақ бермей суретке түсіп жатыр. Кім 100 жаста? Бұл суреттегі айнаға қарасаңыз, бірінші қыз 100 жаста. Суретке мұқият қара. Ол адамның әйелі кім? Әрине үшінші әйел, себебі оның қолында күйеуінің суреті тұр. Суретке дұрыс қара. Мұнда қанша таяқша бар? Қай адамныңкі дұрыс? 4 әлде 3? Өз жауабыңды комментарийге жазып кет. Мұна кілт қай есікке тура келеді? Әрине, үшінші есікке тура келеді. Суретке қара, мұна әйелдің күйеуі кім? Я, оның күйеуі бірінші суретте. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Сен қаншасын таптың, комментарийге жазып кет. Достар, алдағы уақытта қызықты видеолар саламын. Сау бол!